Баршаңызға ассалаумағалейкум. Маған Freedom Bankке тіркелгенде промокод қай жерге жазамыз деген сұрақтар көптеп келді. Соларға жалпылама бір жауап бере салайын. Freedom Bankке, если сіз мына видеоның астындағы ссылка арқылы тіркелген болсаңыз, сізге промокодты жазудың керегі жоқ. Ал егер сіз Freedom Bankке осыдан біраз күндер бұрын, біраз жылдар бұрын тіркеліп қойған болсаңыз ғана сізге промокод жазу міндетті болады. Промокодты жазудың мәнісі бұл жерде. Промокод жазсаңыз сізге 1000 теңге береді, и промокодтың егесіне де 1000 теңгеден береді. Сол бұл Freedom Banktың жаңадан ұйымдастырып жатқан акциясы болғандықтан промокод темасы қазір өте ауқымды жүріп жатыр. Тағы да айтатыным, егер арамызда кімде-кім осы видеоны көріп отқан арасынан Freedom Bankке тіркелмеген болса, осы видеоның астындағы ссылкаға кіріп, Freedom Bankты орнатып, соған тіркелу жасаңыз. Сол кезде сізге де 1000 теңге түседі, и маған да 1000 теңге түсетін болады. Сіз де дәл мен сияқты Freedom Banktен достарыңызды шақырып, ақша тапқыңыз келсе, осы Freedom Bankке тіркелуіңіз міндетті. Ол жерде өзіңіздің ссылкаңыз бөлек болады, промокодыңыз бөлек болады. Сондай. Және де қазір тағы да айта кететін болсам, Freedom Bankте мынандай акция болып жатыр. Кімде-кім достарын, өз достарының кім көп дос тіркесе, соған 100 миллион валюта беріп жатыр. Ол 100 миллион валюта дегеніміз қазіргі таңда бір валютаның құны 6,5 теңге болып жатыр. Ол валюта кейде өседі, кейде төмендейді. Ең биік, ең жоғары көтерілген валютаның бағамы мен тіркелгеннен бері 13 теңгеге өскен. Түсіндіре алдым ба жалпы? Ал бірінші орында тіркелген адамдарға 100 миллион валюта берілсе, екінші орындағы тіркелген, ең көп тіркелген адамға 50 миллион валюта беріледі. Мысал ретінде көрсететін болсам, есептейтін болсақ, қазіргі валютамыз 100 миллион валютамыз бізде 6 теңгеден болса, 600 миллион болады. 6 теңгеден 600 миллион теңге болады. Ал екінші орынға иеленген адамымыз 50 миллион валютаны 6 теңгеге көбейтетін болсақ, 300 миллион теңге болады. Сол үшін Freedom Bankке тіркеліңіз. Freedom Bankке тіркеліңіз де өзіңіздің табысыңызды арттырыңыз.